Ассаламағалейкум достар, баршаңызға қайырлы күн. Аман өрдіңіздер ме? Так, бүгін малға келе қалдық. Анау жолдас жігіттің шаруашылық басына, ауласында соғында қамалып тұрады, кеше келіп. Осында қамап, биені қастарына қосып кетіп едім. Енді жайлап шығарсам ба деп тұрмын. Әйтпесе, мына әкелген биенің кеше емес алдыңғы күні түсте қамалған мал, содан бері аш тұр. Мен кеше емес алдыңғы күні кеште үйге әкелдім. Кеше үйде шөп салғаным болмаса, енді оны да жаңартып жемеген. Кеше мында келді, одан қамалып бүгінге дейін тұра бергені болмас деп тұрмын. Жайлап шығарайын, сосын сыртынан бақылап қарап кешке нағыз енді болмай жатса қайтадан осы аулаға келіп қамап, ертең таңертең ертемен келіп қайтадан шығарам ғой деп ойлаймын ғой. Бұйырса, кел, атаман. Вот, друзья, сегодня пришел к лошадям. Я их вчера пригнал. Они стоят голодными. Серый. Уже 2 дня. Это кобыла. Позавчера, вчера, походу сегодня. Голодными стоят. Это нехорошо, когда голодными стоят. Шығарайын, көрейін. Жайлап сырттарынан бақылап, кешке дейін қастарында болып, бәрібір оразадамын. Су тамақ ішпейміз, темекі тартпаймыз. Қастарында әбден болып, кешке сосын тағы бір қамап кететіндей варианттарын қарайын деп тұрмын. Видео күтіңіздер достар. Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Құдай қаласа, әлі талай видео саламын. Кешеден бері шөп жемеген. Сразу жармаса кетті. Ана кеше қостым деген бие ең шынымен ол. Әбден ашыққан шығар, кеше емес алдың күні. Күндіз қамалған мал. Кеше толық күн біздің үйде тұрды. Одан мында келдім. Енді жақсылап осы үйірге сіңісіп кетсе күшті болып кетеді. Ай, молодец, атаман басын салды. Давай, қайыр. Қайыр, ей, атаман, ей, қайыр. Қайыр, атаман, қайыр. Ой, молодец, красавчик. Красавчик, атаман. Қайыр әкел, қос. Жіберме. Молодец, атаман. Ай, молодец. Хорош, атаман. Так, жігіттер, міне мал бәрі бірге жүр. Басын салып қайырды бана алыстап бара жатыр еді.
Атаман молодец, красавчик атаман. Басын салып қайырып өздерінің қасына қосып алды. Мен жақындаған сайын жайлап кете беретін сияқты оларда. Енді бөтен бие болғасын, кеше ғана қосылғасын кішкене шеткерлік жүр. Құлындарымен, төлдерімен. Бірақ атаман қалатын емес үшеуінің қасынан. Кеше сағат 5:30-6-дан бастап жаңбыр жауды. Содан таңғы сағат 3-ке дейін бе 4-ке дейін бе жауды ғой. Жерді кәдімгідей дымқылдап кетті, жай жаңбыр. Жақсы, дала жаман емес. Қазір күн шығып тұр. Бұйырса жерде жақсы көтерілетін болар. Міне құлынымен жатыр. Қара торы бие. Атаман молодец, атаман. Красавчик атаман. Қайыр. Жіберме, жабысып ал кене сияқты. Мотылек. Маша. Джоли. Мотылек. Енді осы ауыздары көкке ілініп кішкене. Молодец. Красавчик. Қайыр атаман. Қайыр. Кетіп бара жатыр деп ойладым екен, тұра қалғасын, тұра қалды атаманда. Машинка. Джоли. Джоли. Қайыр атаман. Атаман қайыр. Молодец. Ай, красавчик атаман. Кешегі тек мынау үйірді қайта-қайта қайырып қаматтай қан ішкенің болмаса, жақсы айғырсың ғой, атаман. Жіберме, жабысып ал. Кел. Белоснежка. Турлан, кел. Турка. Күн сыйын деп тұр, Құдай қаласа. Жер көтеріледі бүгін, ертең осылай ысып күн шақырайса, иншалла, жер жақсы болады. Қарыс болады, шөп қарыс болады, Құдай қаласа. Мынау жаңғала жақ беттер төрге қарай, осы жаққа қарай кәдімгідей қарыс болып қалған дейді жер. Ол жаққа енді Оралға қарай биыл қар жақсы жауды. Тіпті кейбір ауылдар сол еріген қар суынан суға кетіп жатыр. Жәнібек ауданында, Ақтөбенің кейбір аудандарында ауылдар. Енді Құдай тағала жеңілдігін берсін дейміз. Бұйырса бәрі жақсы болар. Су жақсы келіп жатыр дейді, жайыққа да біздің.
Бізде де биыл енді қарды жоқ деп айта алмаймыз, жақсы жауды. Жатты біршама. Жердің қазіргі сиқы осындай. Қалай әдемі емес пе достар, я? Жап-жасыл кілемді әкеліп жерге төсеп тастағандай. Тек күн көтеріле алмай тұр. Бүгіннің өзінде жақсы болып енден ысып келе жатыр. Кешегі жауған жаңбыр бар. Сонымен жақсы болады, құдай қаласа.